иә? Жүректерді таңдаған оқушылар бір топ, қолды таңдаған оқушылар мына жаққа бір топ болып отыра қойыңыздар. Бүгін 2 топ болып жұмыс жасайтын боламыз. Балалар, бүгінгі сабаққа дайын болсақ, тақтаға назар аударайық, иә? Тақтадан қандай суреттерді көріп тұрсыңдар? Инабат? Бұл жерде менің ойымша достар берілген. Достар болуы мүмкін, иә, Фатима? Бұл жерде бір үйдің балалары көрсетіп тұрған. Бір үйдің балалары сияқты. Рахман? Жақын достар. Жақын достар. Тағы? Мына екінші суреттен не байқап тұрсыңдар? Ахмет? Бір үйдің балалары. Бір үйдің балалары. Бір үйдің балалары кім деп айтамысыз? Бауырлар, ағалы інілер, ағалы қарындастар болуы мүмкін, иә? Балалар, сіздердің үйлеріңізде бауырлық қарым-қатынас қандай? Керек. Раушан? Өте жақсы. Өте жақсы. Бір-біріңе бауырмалсыңдар, иә? Яғни тағы Амина? Біз өзімізге мейірімді қараймыз. Мейіріммен қараймыз, бір-бірімізге үнемі көмектесеміз. Тағы бауыр дегенді қалай түсінесіңдер тағы? Нұрсан? Райым? Бауыр деген ол қай жерде де болсын ақылды болу керек. Қай жерде де болса да бір-бір ақылды болып, бір-біріне үнемі кеңесші болу керек, иә? Жақсы, Назым. Бауыр деген біздің сырласымыз және де жақын досымыз да бола алады. Жақсы, балалар, жауаптарыңыз өте керемет. Кері байланыстарыңызға, жауаптарыңызға өте ризамын. Рахмет сіздерге. Ендеше осы бауыр ұғымын әрі қарай толықтай түсіну үшін сіздердің назарларыңызға бейнеролик ұсынамын. Назарларыңыз бейнероликте болсын. Қан мен жаның бір тамырдан жаралған, бауырларда бақытсызбын дей көрме. Кейде реніш, кейде ыза болса да, ақ көңілің қарашуға толса да, ең қымбаты, ең ардағы бауырың, арадағы жылулығы солса да. Ауыр айтпа, көңіліне қадама, жанжалдасып ала көзбен қарама. Бауырыңды бауыр етім деп сана, екі туып бір қалғанға балама. Бір құрсақта, бір жүректен шықтыңдар, бір ақылды, бір дүрсілді ұқтыңдар. Бірге жүріп, бірге өсіп ержетіп, бір-біріңе шаранамен жұқтыңдар. Тірі кезде алыспаңдар, сақтаңдар. Не жағдайда бір-біріңді жақтаңдар. Шайтан келіп күнәлісің деп қалса, періштедей бір-біріңді ақтаңдар. Жақсы балалар, ендеше бейнероликті тамашалап болдық. Бейнероликтен жалпы не түсіндіңіздер, не ұқтыңыздар, мағынасы қандай екен? Инабат? Бұл жерде айтылғаны бір үйде туылып өскен бауырлар туралы, олар қандай болу керек, тату болу керек, бір-біріне мейірімді болу керек, бір-біріне жақсы қарап, бір-бірін қолдап жүру керек екен айтылған. Жақсы. Ендеше балалар, осы жаңадан бері айтып жатырмыз. Я біз суреттерді көрдік, бейнероликті көрдік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Бауырлар туралы деп ойлайсыздар, иә? Жақсы, жарайсыздар жауаптарыңызға. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бауыр әңгімесі, иә? Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесі. Ендеше балалар, күннің жадын дәптеріңізді ашайық. Күннің жадын және тақырыпты жазайық. Жақсы балалар, бүгінгі күннің жадын тақырыпты жаздық па? Ендеше бүгінгі біздің мақсаттарымызбен танысып болайық, иә? Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаймыз және көркем шығармадағы алған әсерлеріңізді сипаттап, не істейміз? Авторға хат, өлең жазамыз, иә? Жақсы, ендеше осы мақсаттарымыз бойынша бүгін біз жұмыстанатын боламыз. Ендеше бізге сәттілік. Балалар, қазақ халқы туыстық қарым-қатынасты ерекше бағалаған. Сол себепті әр туыстың өзіне атаулар берген, иә? Соның ішінде бауыр, ағайындылар бір-біріне ерекше
қамқор болған. Ендеше сіздердің өздеріңіздің ойларыңызда бауыр сөзін естігенде қандай ассоциация болады? Қандай теңеу табасыздар жалпы бауырға? Қандай сөздер естеріңізге оралады? Мен қазір сіздерге мына қолдарыңызға стикер қағаздар таратып беремін. Сол ассоциациямызды өзімізді жазып, тақтаға келіп жабыстырамыз, жақсы ма? Стикерлерге жазамыз балалар. Жақсы балалар, дайынбыз ба? Жаздық па? Иә, рахмат. Келе ғой. Келіп тақтаға келіп жазыстыра ғой. Және не жазғаныңды оқи ғой, иә? Қалай түсінетін? Бауырым менің жанашырым. Бауырым менің жанашырым. Жақсы. Ағылия келе ғой. Бауырым менің ең жақын адам. Алынардан бе? Бауырым менің тірегім. Жақын тапсыра ғой. Bir сәт. Бауырым менің қойған атым. Бауырым менің қойған атым Исмаил. Бауырым менің қанатым. Жақсы жапсыра. Нұрадин. Бауырым менің қорғаным. Ибрахим. Бауырым менің жүрегім. Жақсы балалар, жарайсыздар. Сонымен бауыр дегенді біз қалай түсінеді екенбіз? Ең жақын адам, бауырым менің қолғанатым, бауырым менің тірегім, бауырым менің қорғаным, бауырым менің жанашырым, және бауырым менің кеңесшім. Яғни осы қасиеттердің барлығы біздің өзіміздің бауырларымыздың бойынан табылады екенбіз, иә? Жақсы балалар, жарайсыздар, жауаптарыңызға рахмет. Жақсы балалар, сонымен бүгін біздің бауыр әңгімесін жазған автормен таныс болайық, иә? Бауыр әңгімесінің авторы Марат Қабанбай, балалар жазушысы, журналист, публицист. Ол 1948-2000 жылдар аралығында өмір сүрген. Оның бақпақ басы толған күн, көркем дәм, айшылық алыс жол атты әңгіме повесть шығармалары бізге берілген екен, жазылған екен, иә? Жақсы балалар. Ендеше балалар, автормен таныс болса, бүгінгі біздің оқу мақсаттарымызға негізделген тапсырмалармен таныс болып, тапсырмаларды орындайық, иә? Бірінші тапсырма, сіздерге қазір мәтін бөліктерін беремін. Осы мәтін бөліктері арқылы әрбір топ өздеріңізге берілген мәтін бөліктерінен мәтіннің тақырыбын, мазмұнын және идеясын анықтау керексіздер, иә? Жақсы ма? Иә. Жақсы балалар, түсінікті ме сіздерге тапсырма? Иә. Ендеше осы тапсырма бойынша жұмыстанайық. Бұл тапсырмаларды орындамас бұрын балалар, мен сіздерге қолдарыңызға сағаттар таратамын, яғни бұл тапсырма үшін сіздерге 3 балл беріледі. Тапсырманы орындап болғаннан кейін өзіңіздің дискриптор бойынша тапсырманы егер де орындаған болса, балдарыңызды жылжытып отырамыз, жақсы ма?
Жақсы балалар, уақыттарыңыз аяқталды. Ендеше қай топ дайын? Қай топ дайын? Бірінші топ дайынсыздар ма? Әмина Раушан Берует Ал жақсы. Марат Қамбанбаевтың «Бауыр» атты әңгімесінен үзіндісі берген кезде біз тақырыбын балалар үйі деп алдық. Оның себебі ағасы Манап, інісі Қалиды балалар үйіне іздеп келеді. Сол уақытта ол өзін директор кабинетіне кіре алдында өзінде қорқыныш болды. Манап балалар үйіне кіргенде өзін жайлы сезінді. Бұл жерде жайлы мекен деп ойлады. Жақсы балалар, бұл бөліктің негізгі идеясы қандай болды сонда? Біздің тақырыпта және де берілген үзіндіде негізгі идеясы және де түйген түйініміз ретінде бауырымыз өзімізге жақын адамдарды қандай қиыншылық болған жағдайда да қалдырмай кетуіміз, құрметтеуіміз, сыйлауымыз керек. Жақсы. Балалар тыңдап отырмыз ба? Бірінші топ қалай жауап берді? Керемет жауап берді. Қалай бағалаймыз? Дескриптор бойынша жауап бере алды ма? Дескриптор бойынша кім бағалайды? Ағылер. Ол топ шығарма мазмұнын меңгере алды. Меңгере алды. Тақырыбын негізгі идеясын таба алды. Тақырыбы мен негізгі идеясын толықтай айта алды ма? Жақсы балалар. 3 балды береміз ба? Ендеше сіздердің топтарыңызға 3 жұлдызша. Отыра қойыңыздар. Рахмет балалар жауаптарыңызға. Сіздердің топтарыңыз дайынсыздар ма? Екінші топ? Біз тақырыбын аға сағынышы деп алдық. Өйткені ағасы інісі сағынышпен барады. Оның қылықтарын, сөздерін, барлығын еске алып сағынады. Бірақ ағасы оны қанша жерден іздеп білсе де, інісі оны қабылдамады. Ал идеясын айта келетін болсақ, жақын адамдарының қадірін білу керек және бауырдың қадірін білу керек. Жақсы, сіздердің бұл мәтіннің бөлігінен түйген ойларыңыз сонда бауырдың қадірін әрқашанда білу керек. Жақсы, бірінші топ, екінші топты бағалайықшы, дескриптор бойынша кім бағалайды? Амина. Бұл топтар шығарма мазмұнын меңгере алды және де тақырыбын жақсы қойған, негізгі идеясын жақсы анықтаған. Жақсы, негізгі идеясын, тақырыбын, шығарма мазмұнын өте жақсы айтты ма? 3 балды береміз бе? Ендеше сіздердің де топтарыңызға 3 жұлдызшадан ала қойыңыздар. Жақсы балалар, жауаптарыңызға рахмет. Орнымызға отыра қойып, екінші тапсырмаға көшейік. Балалар, бізде екінші тапсырма шығарма мазмұны бойынша қазір кез келген өздеріңізге бір кездейсоқ сұрақтар түседі. Сол сұрақтарға жұптасып жауап беру керекпіз. Яғни жұптасыңыздар. Екі оқушыдар. Түсінікті ме? Жақсы балалар, алдарыңызда әртүрлі сұрақтар дайындалған. Осы сұрақтар қандай сұрақ түседі екен? Көрейік. Манап ел жайында әкесінің қазасы туралы айтқанда Қали неге жайбарақат қабылдады? Балалар, бұл сұраққа қай жұп жауап береді? Кімнің жұбы жауап береді? Жақсы, Меруерт, Раушан. Қалидың ешқандай әкесінің қазасын қабылдамағанның себебі
ол 4 жасында балалар үйіне тапсырылып кетті. Ал 4 жасар балада ешқандай ес болмайды. Ал ол мана өзінің інісіне қайта келе берсе, ол екеуі табысып қоя алмаса, манаға Қали есінен түсіп, ағасының жақсы жылы көріп, екеуі татуласып кетуі мүмкін. Жақсы. Қандай сұрақ түсті екен? Көптен көріспеген ағалы інілі екеуінің кездесуі сендерге қалай әсер етті? Қай жұп жауап береді оған? Ағалы інілер көптен кездеспеді, яғни інісі 4 жастан бастап ағасын көрмеді. Ол ағасын көргенде мүмкін құшақтар еді, бірақ та ағасынан қатты алшақтап кеткен баланы менің ойымша құшақтамағаны дұрыс, өйткені бірден балаға бір ортаға бейімделіп кету өте қиын. Жақсы, ғалымдардан бек. Мен оның орнында болсам, ағасын құшақтап сағынышын басар едім. Жақсы. Жақсы, отыра қойыңыздар. Жауаптарыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Қалидің мінез құлқы, іс-әрекеттері, арман, қиялдары қандай? Оның ең бірінші іс-әрекеттің ағасымен татуласа алмағандық, сөйлесе алмай татуласа алмағандық көрсетеді, және де оның мінезін жұмсақ қылып көрсетеді, және де оның арманы ол әкесі деген ол кезде соғыс жылдары болды, және де ол кезде әкесі ұшақ басқаратын адам болғандықтан ол ұшқыш болғысы келді, әскери ұшқыш болғысы келді. Арман, қиялы, ұшқыш болғысы келді. Әскери ұшқыш болу болды, Қалидің. Жақсы. Балалар отыра қойыңыздар. Рахмет. Ендеше дискриптор бойынша сұрақтарға жауап берген жұптарды бағалайық, Шығарма мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере алды ма? Рахман, Раушан мен Меруертің жұбы жауап бере алды ма? 1 жұлдыз, 3 жұлдызды береміз ба? Береміз ба? Жақсы, сіздердің топтарыңыз ба? 3 балл, бірақ 1 жұлдыз беріп айтын, Ибрахим, ғалымдардан бек пен Назымның жұбын бағалаш? Саған ұнады ма олардың жауабы? Дұрыс жауап берді ма? Нақты болды ма? Оларға береміз ба балл? 3 баллды толықтай береміз, Жақсы. Инабат пен Фатиманы кім бағалайды? Меруерт. Ол екеуі жауапқа дұрыс жауап бере алды. Дұрыс жауап бере алды ма? Арман мақсаттарын дұрыс айтты ма? Қалидің іс-әрекеттерін дұрыс баяндады ма? Жақсы, сіздердің де жұптарыңызға өздеріңіздің сағаттарыңызда балалар жылжытып отыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің жауаптарыңызға өте қатты қуанып тұрмын. Жарайсыздар, керемет. Жақсы балалар, сіздердің бүгінгі сабаққа қатысымдарыңызға өте қатты қуанышты болып тұрмын. Жарайсыздар. Ендеше бізде екінші тағы бір тапсырмамыз оқу мақсатына негізделген. Қандай тапсырма деп ойлайсыздар? Авторға хат жазу. Яғни қазір сіздердің алдарыңызға авторға хат жазу мақсатында қиынды қағаздар беремін. Өздеріңіздің ойларыңызды, шығармадан алған әсерлеріңізді, авторға не айтқыларыңыз келеді, соны хатқа жазып, почта жәшігіне салып, авторға жолдап жіберейік, жақсы ма?
ба? Авторға хат жазып болдық ба? Оқи қойшы хатыңды. Сәлеметсіз бе, Марат Қабанбаев? Қалыңыз қалай? Мен бүгін сіздің бауыр әңгімеңізді оқыдым. Мен әңгімені оқи отырып бауыр деген біз үшін де маңызды адам екенін білдім. Қазір мен өз аға апаларымды сыйлаймын. Жақсы. Хатыңды авторға жолдай қой. Почта жәшігіне сала қой. Почта жәшігіне сала қой. Балалар, дескриптор бойынша шығармадан алған әсерін көркем тілмен жеткізе алды ма? Хат құрылымын сақтай алды ма? Сақтады ма? Қалай жетпейтін сияқты, Инабат? Өйткені бұл жерде толығырақ болады менің мысалға түсінгенін, тағы да не түсінгенін, не айтқысы келгенін жазған жоқ. Яғни хат құрылымы толықтай сақталмады, яғни жақсы. Ал осы 3 балдың ағыленге неше балын бересіңдер? 2 балын береді екенбіз. Ағылен. Сағатыңды ұмытып бітпе. Хат, сәлеметсіз бе, Марат Қабанбаев? Мен сіздің бауыр атты әңгімеңізді оқи отырып, бұл өмірде бауыр сөзінің сондай ыстық әрі қымбат екенін түсіндім. Сіздің әңгімеңіз көп адамның бауыр ұғымына ойын өзгертті деп сенемін. Мен сізге бұл әңгімені оқыған сәтте не сезгенімді және не түсінгенімді айта өтейін. Мараттың өз бауырын іздеп келіп, іште қорқыныш әрі қиын балалық шағын еске алып отырған сәтте бауыр сөзіне деген ойымды өзгерте алдым. Ең керемет сәтте аға мен іні кездесуін айтар едім. Осы сезген жылулықты аға мен іні түсіне ала ма деген сұрақ ойымнан кетер емес. Сол үшін сізге шығарма үшін алғыс білдіремін. Құрметпен, Назым, сау болыңыз. Жақсы. Балалар, дескриптор бойынша Раушан, Назымды бағалаш. 3 балға лайыққа. Назым шығармадан алған әсерін көркем тілмен жеткізе алды және хат құрылымын сақтай алды. Хат құрылымын толықтай сақтай алды. Көркем тілмен жеткізе алды. 3 балды береміз, 3 жұлдызшан береміз. Жақсы. Ала ғой. Почта жәшігіне авторға хатыңды жолдап жібер. Тағы кім жауап береді, балалар? Исмаил, хатыңды оқи қойшы бізге. Сәлеметсіз, Марат аға, қалайсыз? Мен сіздің бауыр атты әңгімеңізді оқып, бауырдың қадірін білу керек екенін түсіндім. Бұл өмірде тек керегі бауыр екен. Сіздің бауыр әңгімеңізден түсіндім. Сізге өте қатты рахмет айтамын, сау болыңыз. Жақсы. Және мен мына жерде хатта жазылған. Бұл хат кімнен? Мен өзімнің аты жөнім жаздым, Сәуірбаев Исмаил. Бұл қаяқтан? Ойыл ауданына, Ақтөбе облысынан. Және кімге? Марат Қабанбаевқа. Қаяққа жолдайсыз дегенге Зайсан ауданына деді. Жақсы. Өйткені Марат Қабанбай Алматы қаласында Зайсан ауданында дүниеге келген. Өте жақсы. Исмаилды кім бағалайды? Фатима? Ол барлық ережені сақтап тұр, дескрипторды да сақтап тұр. Өте жақсы. Барлық ережені сақтап, дескриптор бойынша хат құрылымын шығармадан алған әсерін көркем тілмен жеткізе алды. 3 жұлдызшамен, 3 балмен бағалаймыз. Сонымен қатар Исмаил өзінің хатын сыртын бәрін әдемілеп жасаған екен, жаңа мен байқап қарадым, байқап қалдым. Осының барлығына 5 минут уақыттың ішінде бәрін үлгерген екен. Жарайсың, Исмаил, ала ғой, өзіңнің хатыңды почта жәшігіне апарып сала ғой. Сәлеметсіз бе, Марат Қабанбайұлы. Мен сіздің бауыр атты әңгімеңізден түйген ойым. Біз бауырымызды сыйлап, құрметтеп, қадірін білуге қажетпіз. Олар бізден үлгі тәрбие алады, бізден үйренгенін жасайды. Біз балаларға жылулығымызды сыйлауымыз керек. Жақсыға үйретуіміз қажет. Екенін түсіндім. Жақсы. Нұрсәт, Раушанды бағалаймыз ба? Тыңдап
Хатын. Иә. Саған ұнады ма? Иә. 3 балл береміз бе? Хат құрылымын сақтады ма? Сақтаған. Сақтаған. Жақсы. Хатыңды Раушан поштаға апарып саламыз. Исмаил орнымызға тұра береміз. Тағы да жауап береді балалар. Тұра береміз. Сәлеметсіз бе, Марат Қабанбаев? Біз сіздің бауыр әңгімеңізбен таныстық. Бауыр әңгімесінде біз бауырды аялап жүруіміз керек. Қазақта мақал бар: үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуіміз керек. Бауыр аға бауырдың айтқанын орындауымыз керек. Сау болыңыз, құрметпен Нұран. Әрқашан үлкен бауырымыздың айтқанын тыңдауымыз керек деп тұрсың ғой, иә? Өте керемет, жарайсың. Саған 3 балл берем. Дескриптор бойынша хат құрылымын сақтап, ішіне мақал-мәтелдерді қосып, өте керемет орындаған екенсің. Авторға хатыңды жолдай ал. Фатима. Марат Қабанбаевқа хат. Сәлеметсіз бе, Марат Қабанбаев? Мен сіздің бауыр әңгімеңізді оқыдым. Өте керемет әсер алдым. Бір түсінгенім, бауырдың қадірлеу қажет. Басқа бауырдың орны бөлек екенін түсіндім. Сіздің әңгімеңізден оқып, мен өзімнің бауырымды сыйлап құрметтейтін болдым. Сәлемне Фатима, сау болыңыз. Және мен бұл жерлерде де жазып кеткен болатын, кімге кімнен екенін. Жақсы. Басқа әрқашанда бауыр ұғымын қадір сыйлауымыз керек екен, иә? Жақсы, ала ғой. Авторға хат жолдай ал. Ал келесі оқушы кім дайын тағы да балалар? Рахмат. Мен Марат Қабанбаевқа хатымды жолдаймын. Сәлеметсіз бе, Марат Қабанбаев? Мен сіздің бауыр деген әңгімеңізді оқығанда бауыр деген ыстық екенін түсіндім. Сіздің әңгімеңіз қызықты болып шықты. Ол жерде Қали 4 жасынан бастап балалар үйіне келді. Қали кішкентай кезден бастап ұшқыш болуды армандады. Оның ағасы Манат оған сыйлық беруді шешті. Ол сыйлықтың ішінде Қалиге костюм болды. Сәлеме, рахмат. Жақсы. Балалар нөбет дискриптор бойынша рахмат балалар. Ол өте жақсы орындады. Дискриптормен. Қалай? Шығармадан алған әсері? Өте жақсы. Шығармадан хат құрылымын сақтады. Хат құрылымын сақтады. Шығармадан алған әсерін көркемдеме жеткізе алды ма? Иә, жеткізе алды. Жеткізе алды. Неше балл береміз? 3 балл. 3 балл береміз бе балалар? Иә. Келісесіздер ма? Иә. Жақсы. Жарайсыздар балалар. Авторға хатымызды жолдаймыз. Балаларға орнымызға отырамыз. Екі оқушыдан сұраған жете ма? Балалар, жарайсыздар. Бүгінгі сабаққа қатысымдарыңыз өте жақсы. Біздің сабағымыз соңына да жақындап қалды. Ендеше біз басында қандай мақсаттармен танысып едік, соған оралайық. Мақсаттар бойынша жұмыстар жасай алдық па? Осыған байланысты тоқтала кетейік, иә? Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтадық па? Иә. Қандай тапсырма орындау арқылы анықтадық балалар? Кім айтады? Кім айтады? Назым? Біз тақырып мәтіннен үзінді алып, ол туралы оған тақырып қойып, және оның негізгі идеясын анықтадық. Негізгі идеясын анықтап, мазмұнын айта алдық, иә? Осы тапсырманы орындау арқылы біз мақсатқа жеттік. Жақсы. Келесі мақсат бізде көркем шығармадан алған әсерін сипаттап, авторға хат құрылымын сақтап жаздық па? Иә. Қандай тапсырма орындадық? Не істедік ол үшін? Авторға хат жазып, оны Хат құрылымын істедік. Авторға Марат Қабанбаевқа, яғни жолдап жібердік. Жақсы балалар. Ендеше сіздерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Қандай көңіл күйдесіздер бүгінгі сабақтан? Керемет, жақсы. Ендеше бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, сіздердің кері байланыстарыңызды алайық. Бүгінгі сабақтан алған әсеріңіз қандай болды? Мына жерге келіп қазір балалар. Тақтаға қарайық. Тақтада жасыл түсті күліп тұрған смайлик
смайлик тұр, иә? Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, тапсырмалар сіздерге толықтай ұнаған болса, жасыл түсті смайликті келіп басамыз. Ал егерде бүгінгі сабақ орташа деңгейде тапсырмалар орындауда кішкене қиындықтар туды десеңіздер, сары жабырқап тұрған смайликті, ал сабақ мүлдем ұнамады, мен қайтадан түсінгім келеді, бұл тапсырмалар мен үшін күрделі болды десеңіздер, мүлдем көңіл күй түсіп тұрған нені басамыз? Қызыл смайликті басамыз. Ендеше кері байланыстарымызды көрейік. Кел, Назым. Сіздерге қолдарыңызға бағалау үшін жұлдызшалар мен сағаттар бердік, иә? Өзіміздің сағатымызды шошытып отырдық па? Иә. Қандай бол? 9 балл. Армазым, Меруерт 9 балл екен. Рахман 9 балл, өте жақсы. Ақлет 8 балл. Не үшін сенде 8 балл? Өйткені хат құрылымын сақтағанда не істедің? 2 жұлдызша алдың, иә? Жақсы, Фатима 9 балл. Ендеше балалар, өзіміздің қолымызда жұлдызшалар берілді ғой, жаңа мен сіздерге жұлдызшалар бердім, иә? Осы жұлдызшаларды сабақтың соңында, қазір емес сабақтың соңында, өздеріңіздің аты жөндеріңіз жазылған мына жерде стақандар берілген. Яғни солардың ішіне өздеріңіздің жұлдызшаларыңызды салып кеттіңіздер. Және сағаттарыңызды да мына жерге қойып кетсеңіздер, мен сіздердің неше балл алғандарыңызды біліп отыратынмын. Түсінікті ма? Жақсы. Балалар, ендеше өзіңіздің қолыңыздағы сағаттарды және мына жұлдызшаларды өзіңіздің аты жөніңіз жазылған стақандарға әкеліп салып қояйық, иә? Мен сіздерді бағалаған кезде қарап, осы бойынша бағаларыңызды қоямын. Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесінің әрбір бөліміне тақырып қойып, жоспар қылып келеміз. Жақсы балалар, өзіңіздің жұлдызшаларыңызды стақандарға салған болса, мен сіздерге бүгін алғырсың, зерексің, ақылдысың деген секілді комплимент сөздер арқылы сіздерді бағалағым келіп тұр. Ала қойыңыздар, ақылдысың, Назым, зеректігің үшін, өте керемет сабаққа қатысқаның үшін, өте жақсы, өте керемет жауап бергенің үшін саған тәтті, ақылды болғаның үшін саған тәтті. Жарайсың, Радик. Тамаша жауап, Инабат. Ақылдысың, Исмаил. Жарайсың, Ағылен. Бақыт, жарайсың, өте жақсы сабаққа қатыстыңдар, иә? Ибрахим, ақылдысың, ала қой. Ала қой. Ақылды, зерек, алғыр балалар болып өсе беріңіздер, иә? Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабағымызды, бүгінгі тақырыбымызды әдемі қорытындылау үшін қазір бәріміз бірге бауыр керек әнін шырқайық. Бәріміз бірге
өмірде сырласатын, сыйласатын, өзінше үн қосатын, сынаққа да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қырдасатын бауыр керек. Өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын, сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздерінен арланатын. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырларсыз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырларсыз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек.